Достар, тағы да бір айта кететін жайт, айтпасам болмайды, мына жерімде тұр уже. Соңғы ситуациядан кейін көптеген хейт жазылады, жарайды, оған көнді. Көптеген адамдар балағат сөздер, боғау сөздер жазып жатыр. Жарайды, оған да көндік. Сен андайсың, сен сондайсың дейді. Мейлі, оған да мен-ақ, біз-ақ жаман болайықшы деп жатырмыз. Бірақтан мен ойлаймын, маған көбінесе жаман сөздер жазып жатқан жандар 30, 40, 50, 60 жастағы әйел кісілер, әйел бақытына кенеліп отырған біздің ақ жаулықты аналарымыз. Не көрінді сіздерге соншама деп айтқым келіп отыр. Аккаунтына кіріп қалам, мать счастливых троих детей деп тұрады ғой. Енді білмеймін, замужем дейсіздер, ертең өздеріңіз қыздарыңыз да туылады. Мен дым демеймін жаман сөздерге. Мейлі, жарайды, ысырып тастайық, бірақтан да Алланың жаратқан дене бітіміне тисе кету, сенің көзің мынандай екен, сенің мұрның мынандай екен, сенің денең мынандай екен деп сіздер ешкім емессіздер біреуді сөгетін. Ол дұрыс нәрсе емес, достар. Қазірде де, болашақта да олай жасамаңыздар. Біз Алланың жаратқан денесіне, пендесіне, құлына біреуді сөгетіндей, мін тағатындай біз ешкім емеспіз. Осыны білсеңіздер деймін. Және де екіншіден, қарғыс деген ең жаман нәрсе. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Сен өліп қал, сен бүйтіп қал, сай қал деген секілді жаман сөздер жазылып жатыр. Бағана айта кеткенде мен айттым, мен көтерем хейтті, жарайды. Бірақтан да қарғыс айту, біреуге өлім тілеу, ол не деген адамгершіліктен бір мақұрым болып бара жатқан адамдарды көріп отырмын да, ішім ашиды. Енді көп айтқым келіп отырған жоқ. Оны сізде кішкентай қызсың дейсіздер, бірақтан сондай ауыр сөздер жазасыздар. Ендігіде наличность переходить етіп, балағат сөздер жазып, қарғыс тілеген жандар, ол нәрселер заң алдында жауап берілетінін ұмытпаңыздар. Фейк аккаунттан жазып, герой сымақтар қорқытып, үркітіп жатқан жандарға айтатыным, мен историяма түрлеріңізді сала аламын, основной аккаунттарыңызды тауып ала аламын, менде таныстар бар, жеткілікті. Сондықтан да бір нәрсе жазбас бұрын, істемес бұрын келесіде ойланып істейік. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, айтпасам болмайды, мына жерімде тұр уже. Соңғы ситуациядан кейін көптеген хейт жазылады, жарайды, оған көнді. Көптеген адамдар балағат сөздер, боғау сөздер жазып жатыр. Жарайды, оған да көндік. Сен андайсың, сен сондайсың дейді. Мейлі, оған да мен-ақ, біз-ақ жаман болайықшы деп жатырмыз. Бірақтан мен ойлаймын, маған көбінесе жаман сөздер жазып жатқан жандар 30, 40, 50, 60 жастағы әйел кісілер, әйел бақытына кенеліп отырған біздің ақ жаулықты аналарымыз. Не көрінді сіздерге соншама деп айтқым келіп отыр. Аккаунтына кіріп қалам, мать счастливых троих детей деп тұрады ғой. Енді білмеймін, замужем дейсіздер, ертең өздеріңіз қыздарыңыз да туылады. Мен дым демеймін жаман сөздерге. Мейлі, жарайды, ысырып тастайық, бірақтан да Алланың жаратқан дене бітіміне тисе кету, сенің көзің мынандай екен, сенің мұрның мынандай екен, сенің денең мынандай екен деп сіздер ешкім емессіздер біреуді сөгетін. Ол дұрыс нәрсе емес, достар. Қазірде де, болашақта да олай жасамаңыздар. Біз Алланың жаратқан денесіне, пендесіне, құлына біреуді сөгетіндей, мін тағатындай біз ешкім емеспіз. Осыны білсеңіздер деймін. Және де екіншіден, қарғыс деген ең жаман нәрсе. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Сен өліп қал, сен бүйтіп қал, сай қал деген секілді жаман сөздер жазылып жатыр. Бағана айта кеткенде мен айттым, мен көтерем хейтті, жарайды. Бірақтан да қарғыс айту, біреуге өлім тілеу, ол не деген адамгершіліктен бір мақұрым болып бара жатқан адамдарды көріп отырмын да, ішім ашиды. Енді көп айтқым келіп отырған жоқ. Оны сізде кішкентай қызсың дейсіздер, бірақтан сондай ауыр сөздер жазасыздар. Ендігіде наличность переходить етіп, балағат сөздер жазып, қарғыс тілеген жандар,
ол нәрселер заң алдында жауап берілетінін ұмытпаңыздар. Фейк аккаунттан жазып, герой сымақтар қорқытып, үркітіп жатқан жандарға айтатыным, мен историяма түрлеріңізді сала аламын, основной аккаунттарыңызды тауып ала аламын, менде таныстар бар, жеткілікті. Сондықтан да бір нәрсе жазбас бұрын, істемес бұрын келесіде ойланып істейік. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, айтпасам болмайды, мына жерімде тұр уже. Соңғы ситуациядан кейін көптеген хейт жазылады, жарайды, оған көнді. Көптеген адамдар балағат сөздер, боғау сөздер жазып жатыр. Жарайды, оған да көндік. Сен андайсың, сен сондайсың дейді. Мейлі, оған да мен-ақ, біз-ақ жаман болайықшы деп жатырмыз. Бірақтан мен ойлаймын, маған көбінесе жаман сөздер жазып жатқан жандар 30, 40, 50, 60 жастағы әйел кісілер, әйел бақытына кенеліп отырған біздің ақ жаулықты аналарымыз. Не көрінді сіздерге соншама деп айтқым келіп отыр. Аккаунтына кіріп қалам, мать счастливых троих детей деп тұрады ғой. Енді білмеймін, замужем дейсіздер, ертең өздеріңіз қыздарыңыз да туылады. Мен дым демеймін жаман сөздерге. Мейлі, жарайды, ысырып тастайық, бірақтан да Алланың жаратқан дене бітіміне тисе кету, сенің көзің мынандай екен, сенің мұрның мынандай екен, сенің денең мынандай екен деп сіздер ешкім емессіздер біреуді сөгетін. Ол дұрыс нәрсе емес, достар. Қазірде де, болашақта да олай жасамаңыздар. Біз Алланың жаратқан денесіне, пендесіне, құлына біреуді сөгетіндей, мін тағатындай біз ешкім емеспіз. Осыны білсеңіздер деймін. Және де екіншіден, қарғыс деген ең жаман нәрсе. Біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле дейді. Сен өліп қал, сен бүйтіп қал, сай қал деген секілді жаман сөздер жазылып жатыр. Бағана айта кеткенде мен айттым, мен көтерем хейтті, жарайды. Бірақтан да қарғыс айту, біреуге өлім тілеу, ол не деген адамгершіліктен бір мақұрым болып бара жатқан адамдарды көріп отырмын да, ішім ашиды. Енді көп айтқым келіп отырған жоқ. Оны сізде кішкентай қызсың дейсіздер, бірақтан сондай ауыр сөздер жазасыздар. Ендігіде наличность переходить етіп, балағат сөздер жазып, қарғыс тілеген жандар, ол нәрселер заң алдында жауап берілетінін ұмытпаңыздар. Фейк аккаунттан жазып, герой сымақтар қорқытып, үркітіп жатқан жандарға айтатыным, мен историяма түрлеріңізді сала аламын, основной аккаунттарыңызды тауып ала аламын, менде таныстар бар, жеткілікті. Сондықтан да бір нәрсе жазбас бұрын, істемес бұрын келесіде ойланып істейік. Достар, тағы да бір айта кететін жайт, айтпасам болмайды, мына жерімде тұр уже. Соңғы ситуациядан кейін